Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай ерекше дәмді тағам жасайтын боламыз. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: пияз, сәбіз, болгар бұрышы, картошка және қызанақ қажет. Ең алдымен пиязымызды жіңішкелеп турап аламыз, одан кейін сәбіз, картошканы үлкен ірі қылып тураймыз. Осы видеода көргендеріңіздей. Бұларды кәдімгі пышақпен де турап бөле берсеңіздер болады. Келесі болгар бұрышын біз үлкен қылып тураймыз. Осылай үш бұрышты қылып үлкендей қылып турасаңыздар болады. Қызанағымызды қатты жерін алып тастаймыз және де сыртындағы қабығын осылай пышақпен ашып шығамыз. Қызанағымызды кішкентай төрт бұрышты қылып турап шығамыз. Мінекей біздің заттарымыздың барлығы туралып дайын болып шықты. Енді табамызды газға қойып, үстіне сұйық-май құйып, ең бірінші пиязымызды салып, 1-2 минут қуырып аламыз. Үстіне сәбізімізді қойып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Оның үстіне қызанағымызды салып, суы тартылғанша біраз қуырамыз. Кішкене қуырылғаннан кейін үстіне болгар бұрышы және картошкамызды салып, үстіне дәміне қарай тұзын сеуіп, қалаған приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Тағы да біраз қуырамыз. 5-10 минут қуырылғаннан кейін үстіне салқын суымызды құямыз және де отты ақырындатып, баяу отта 25 минут бұқтырамыз. Келесі начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бір дана пиязды алып, ұсақ қылып турап шығамыз. Шамамен 300 граммдай фарштың үстіне пиязымызды салып, тұз, қара бұрышты салып, араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды илеп дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысқа 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 100 мл салқын суды қосып, жақсылап араластырып, үстіне ұнды сеуіп отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде шамамен 2 кеседей ұн кетті. Мінекей осындай қамыр илеп, оны 10 минутқа тыңдырып қоямыз. Бетін салафанмен немесе шүберекпен жабуды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз тынып болды. Енді оны ұн сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен жұқа әрі домалақ қылып, қамырымызды жайып аламыз. Мінекей біз жаймамызды жайып болдық. Енді үстіне сұйық майды құйып, бүкіл бетіне тегістеп жағып шығамыз. Енді жайылған жаймамызды осылай ұзынша қылып бөліп шығамыз. 6-7 бөлік болуы мүмкін. Шетінен бастап 1 ас қасықты толтыра начинкамызды салып шығамыз. Және дәл видеодағыдай 3 бұрышты қылып ораймыз.
Жаймамызды фаршпен бірге орап алдық. Осылай үшбұрыштап кесіп шығамыз да, қалған жайманы тағы да бір ас қасықтан фаршымызды салып отырып, тағы да үшбұрыштап орап шығамыз. Мінекей біздің оралған фарштарымыз дайын болды. Енді бұны қайнап жатқан подливамыздың үстіне тура видеодағыдай салып шығамыз. Барлығын салып болғаннан кейін отымызды тағы да баяулатып 20-25 минуттай бақтырамыз. Мінекей достар, біздің бүгінгі ыстық тағам дайын болды. Өте ерекше әрі дәмді тағам. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Бетіне түрлі ас көкті сепсеңіздер болады. Мінекей тағамымыз дайын, ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде қойсаңыздар болады.